Сәлем құрметті оқырман, мен сіздерге Тойкенов Айдар Темірбекұлының ашаршылық шығармасын үзіндісін жалғастырамын. Ашаршылық. Өзі сол кеткеннен қайта оралмаған. Ол уақыттың 10 жылы барса келмес деген рас екен. Тіпті сүйегінің қайда қалғаны туралы да нақты дерек жоқ. Әжемнің айтуынша Бидәулет домбыра шертетін кісі болған. Ел арасында Бидәулеттің жарты күйі деген күйі қалған. Жарықтық өзінің күні таяп ұсталарын сезсе керек, жақындарын қасына жинап қоштасу күйін шертіп отырғанда НКВД жендеттері келіп қолына кісен салған екен. Содан қоштасу күйі аяқсыз қалғандықтан ел арасында Бидәулеттің жарты күйі деп аталып кеткен деседі. Бидәулеттен кейін колхозға менің шалым Тойкен төраға болды. Ол да оба таппады. Артына түскен адамдар домалақ арызды қарша боратып, ақыры қаматып тынды. Қайта мұның татар дәмі бар екен. 10 жылға жуық түрмеде отырып, отбасына аман есен оралды деп отыратын әжем. Ашаршылық жылдардың азабы туралы әңгіме жалғыз бұл емес. Осы орайда атақты Шлен көже жайлы да жаза кетпесек, тарих алдында қиянат жасаған боламыз. Созақ жұртының байырғы тұрғындарына Шлен көженің дәмін татпағаны жоқ десе де болады. 1928 жылы асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген қып-қызыл ұранмен басталған нәубет 1930 жылы ақпанда халықтың ашу-ызасын тудырып, атақты Созақ көтерілісіне себепкер болды. Көтеріліске қатысты деген айыппен мыңдаған адам сотсыз, сұраусыз атылып кетті. Қасақана жасалған ашаршылық жылдармен қабат келген құрғақшылық та елдің еңсесін езіп жіберді. Жау жағадан алғанда етекке жармасқан шолақ белсенділерден әбден ызасы өтті. Жетеу содырымен 8 дегендей, шолақ белсенділер не көрсетпеді бұл елге. Оған қоса аштықтан тараған ауру да жығылғанға жұдырық болды. Сұмдығы бірінен бірі өтіп, ағайынды 7 жұт қатар келді. Созақ даласының аспанын қара бұлт басып тұрды. Балапан басымен, тұрымтай тұсымен деген заман келді. Жан сауғалап, күнгейге қарай ауған ел ата мекенін тастап кетуге мәжбүр болды. Арпа бидай ас екен, алтын күміс тас екен дегеннен кері келді. Дүние мүлкі мен үйлерін тастап, азық іздеп босқан ел Қаратаудың биік азуларынан өте алмай қырылған деседі. Қалған елдің бас көтерер азаматтарын халық жауы деген сылтаумен ұстап әкетті. Алдындағы малынан айрылған ел аштан өлмеудің қамын жасап, қайнар бұлақтың суын пайдаланып егіс екті. Осы астық қашан пісер екен деп кетпеніне сүйеніп тұрып, үзіліп кеткен адамдардың болғанына тарих куә. Осынау зұлмат жылдарда Сұлтанбек Қожановтың ұйымдастыруымен Қайнардың қырында тайқазандар асылды. Елдегі бар астықты ортаға салып, қамбаның түбі қырылып, Шлен көже жасалды. Табылған дәннің барлығын араластырып қайнатқан бұламықты халық Шлен көже деп атады. Күніне 1 мәрте берілетін көжеге кезекке тұрған аш адамдардың соңы Созаққа дейін, яғни 3 шақырымға жетті деседі.
ата бабаларымыздың өзегін жалғап, өлімнен аман алып қалған Сұлтанбек Қожанов пен Шүлен көжені біз әсте ұмытпауымыз керек. Қазіргі уақытта Созақ ауданы уран өндірісі арқасында донор аймаққа айналды. Халқы бай, қуатты өмір сүріп жатыр. Аллаға шүкір. Созақтың бүгінгі кейбір байларына қарап тұрып, осы бір тарихи оқиғалар есіме түседі. Аузыңнан ағымай аққан бүгінгі күнге кешегі Шүлен көженің арқасында жеткендеріңді ұмытпаған абзал. Бәрімізде осы бір тостаған Шүлен көжені ішіп тірі қалған Қарашалдың ұрпағымыз ағайын. Аяз би, әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дегендей мод болуға айналған Шүлен көжені еске салып, ел арасындағы астамсыған жандарды тәубеге шақырғым келеді. Бала күнімізде қариялардың әңгімесінен ашаршылық жылдарда жау жұмырдың тамырын талғажау етіп жан сақтадық дегенді жиі еститінмін. Аздаған арпа бидай егіп, егіннің дәні қытайғанша жау жұмырдың тамырын қазып жеп күнелтуші едік. Заманында бай болып алдына үйірлеп жылқы айдаған талай қазақтар мойын құмның жалдарын кезіп, тамыр қазып жегенінде көрдік. Ой заман-ай деп отырушы еді жарықтықтар. Сол жау жұмыр біздің Созақтың даласынан іздегенге әлі де табылады. Іздегенде енді ондай нәубеттің бетін аулақ қылсын, тамырын жегізбесін. Менікі тек ашаршылық жылдарда ата-бабамыздың өзегін жалғап, өлімнен алып қалған сол жау жұмырды кейінгі ұрпақ біле жүрсе деген ой ғана. Мына батыстың даласында елді аштықтан аман алып қалған құмаршық деген дәнді өсімдік өседі. Бүгінде сол құмаршыққа Атырау қаласынан үлкен ескерткіш тұрғызылған. Жергілікті жұрт Құмтөбеге шыққан бар ма, құмаршық дәнін жеген бар ма десіп, күңірене еске алысып отырады. Біздің де Созақ ауданында мектептерде айтылып, ауданның орталық өлкетану музейіне жау жұмырдың суреті ілініп, тарихы жазылып, насихат жұмыстары жүргізіліп тұрса, тоғышылық заманда бір ғибраты болар еді. Сонымен қатар ауданымызда Шүлен көже күні белгіленіп, ашаршылық құрбандарын еске алып тұрсақ, ел құптарлық іс болар еді. Өлі разы болмай, тірі байымайды дегендей, тарихқа тағзым, ата-баба әруағына құрмет көрсетсек, халықтың да алғыстан басқа айтары жоқ. Құрметті оқырман, менің әңгімем сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, пікір жазып кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.